Үшінші топ бұлар яхудилер еді. Бұл яхудилердің жасаған іс-әрекеттері расында қарасаңыз, салыстырсаңыз қазіргі дәуірмен бірдей. Қазір не істеп жатқан болса, бұрында сол істерін істеген. Ата-бабадан келе жатқан ата кәсіптері. Жаңағы мұсылмандардан болсын, немесе бұрынғы арабтардан мушрик болып жүрген екі тайпа еді ғой, Хазраж пен Аус тайпасы. Осы екі тайпаны бірін-бірімен соғыстырған. Соларға соғыстырып араларына фитна шығарып соғысқан уақытында екі жаққа қылыш, қару жарақтарын оқ сатып бірін-бірімен қырылыстырған. Содан кейін арасына жақсы көрініп, басшыларына жаңа сыйлық беріп, қойыңдар мынандай соғысты, бұларың не деп ортаға түсіп екеуін табыстырған болып атақ абырой жинайтын еді. Сөйтіп солар енді өздері құлдырап тұрған адамдарға қарызға ақшалай беріп, малдай беріп, жаңағы өсіммен беретін болған процентке. Сөйтіп қарызға белчесінен батырып, олардың баршасын жаңағы өздеріне құл қылып ұстап отырған. Тырп ете алмайтындай қылып тастаған. Мына кітабымызда жазады мына сауда саттық. Сол мына егін егетін болса, нелер бар, тұқымдары бар ғой сататын. Бүкіл солардың қолында еді. Құрма, арақ жасау, киімдер солардың қолында еді. Солар береді. Жаңағы ала алмайтын болса қарызға беріп, жаңағыдай және берген кезде қарызда да өсімі енді жоғары, өте жоғары болған. 50 ма, 50% береді ма, кім біледі? Батырып тастайтын болғанда дейді. Басшыларына береді. Басшысы не істейді? Бір қауымның басшысы қарызға кіргеннен кейін соңындағының бәрі содан асамаған. Және кейде бір жақсылықтар жасаған болып, жаңағы атақ абыройда жинап отырған. Арада жасаған қулықтары. Енді бұл яхудилер ең негізгі мақсаттары мына нәрсе еді. Біріншісі яхуди атын сақтап қалу және өздерін аман ұстау. Соғысқа еш нәрсеге араласпай, жаманат келтірмей ұстап отыру. Екіншісі, жаңа яхудилердің мал жағынан, экономикалық тұрғыдан өздерін көтеру еді. Сол нәрсені істеп отырған. Қай жолмен болса, арақ сатқан, басқа қылған, әйтеуір жаңағы киім сатқан, киімдерін қарызға берген, басқа қару жарақ жасап, жаңағы сататын болған, алмайтын болса екеуін от салып, соғыстырып сататын болған, әйтеуір амалын тапқан. Осы істермен өздері жаңа байып, басқаларын бәрін қарызға батырып ұстап отырған. Бұлар үш тайпа еді. Яхудилердің өзі. Біріншісі Бану Қайнуқа дейді. Қайнуқа ұлдары деп аталған бұлар. Бұлар Хазраж тайпасымен арабтардың не болып кеткен жаңағы. Келісім шартқа отырып, арамызда достық бар деп солармен біріккен. Бұлар Мадина қаласының ішінде тұратын еді бұлар. Біріншісі. Екіншісі Бану Надир дейді. Надир ұлдары деген, бұл Надир ұлдары. Бұлар да Хазраж тайпасымен келісімі бар араларында, бірақ бұлардың тұратын жерлері, яғни сыртта еді, Мадинаның сырт жағында. Үшіншісі Бану Қурайза дейді. Бұлар да яхуди тайпасы. Бұл Бану Қурайза да Мадина қаласының сыртында тұратын еді. Осы үш тайпа бірін-бірімен достық жасап, енді өздері бірін-біріне теспейді, қарға-қарған шықмайды деп, бұлар бірін-біріне теспейді. Бірақ араларында енді бәсекелескен уақыттарда болған өз араларында. Және бұлар осы істерін жалғастырып отырғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп әділетті орнатам деді. Әділетті орнатқан уақытында мұсылмандардың баршасы әділетке қарай жұмылғаннан кейін, халал харам деген нәрсені үйренгеннен кейін олардың пайыздары жүрмей қалды, арақтары өтпей қалды. Жаңа бірін-бірін соғысатын болса, тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан үкім алатын болғаннан кейін олардың пікірін де тыңдамайтын болды. Бұлар осы тұрғыдан не істейміз деді. Сөйтті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дұшпан болды. Біздің пайдамызды құртты деді. Негізгі мәселе осы. Және құрметтімін деп елден құрмет сый алып отырған адамдардың баршасы жай бір қатардағы жауынгердің қатарына түсіп қалды. Соның үшін не істеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға және мұсылмандарға деген өшпенділіктер артқан еді бұлардың. Бұл яхудилер арасында Хуя ибн Ахтаб деген кісі болған адам. Бұл адам ең фитнаның көкесін жасайтын осы еді. Ой тастап елдің арасында фитна шығарып жүрген адам. Осының қызы бірақ Сафия бинти Хуя ибн Ахтаб дейді. Бұл Сафия деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әйелі, мұсылмандардың анасы, кейін мұсылман болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әйелдері келген уақытында тақырыбы кеңінен айта кетеміз. Бұл Сафия анамыздан риуаят етіледі. Бұл кісіден риуаят былай келеді. Мені әкем өте жақсы көретін еді дейді. Ибн Исхақтың риуаяты.
әкем мен көкем мені қатты жақсы көретін, екеуі не істесем де еркелеп алдынан шығатынымды, екеуі маған қатты көңіл бөлетін дейді. Басқа бала шағалармен ағайын туыстың арасында біреумен мен келіспей қалатын болса, менің сөзімді сөйлейтін дейді, екеуі де дейді. Яғни ең сүйкімдісі мен едім арасында дейді ол екеуіне. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина қаласына келді, Құба деген жерде екен деген естігеннен кейін әкем Хуя ибн Ахтабпен мына көкем Абу Ясир дейді. Көкем Абу Ясир екеуі шығып кетті дейді. Соны білуге, көруге дейді. Кім екен бұны көрейік деп. Барды соған дейді. Сосын кешке жақын күн батарда екеуі келді үйге дейді. Үйге келіп отырған уақыттарында бірден олардың жанына бардым дейді. Есіктен кіріп келіп, мені көргенде орындарынан тұрып, жаңа қарсы алып, құрметтейтін еді дейді. Келгенде қарағанда жоқ дейді екеуі. Қайғы мұңға батып кеткен екеуі дейді. Не істейміз деген ойда дейді. Содан кейін ары бері қарап маған көңіл бөлмегеннен кейін жайлап қайтадан шықтым да артынан тыңдап тұрдым дейді. Не сөйлесер екен деп. Сөйтіп едім, әкемнен жаңа көкем сұрады дейді. Мынау кім, сол ма деді дейді, үндемей отырды да дейді біраздан. Иә, сол деді дейді. Валлахи мынау сол деп айтты дейді. Яғни Таураттағы айтылған пайғамбар осы деп мойындап тұр дейді. Содан кейін барып, не істейміз дейді, ішіңде қандай сезімің деген кезде Хуя ибн Ахтаб бар ғой, әкесі айтты дейді. Әкем айтты, мен тірі кезімде бұған өмір бақи дұшпандықпен өтемін деп айтты дейді. Қабылдамаймын деп. Сол кезде мен білдім дейді оның анық пайғамбар екендігін дейді. Әкемнің айтқан. Өйткені әкесі ғұламаларынан еді сол жердің. Бірақ жаңағы айла жасап, елдің арасын іріткі жасап жүрген. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келген уақытта оны көрген, таныған, мынау сол ғой деп ше, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды. Бірақ амал жоқ, мойындамаған. Өйткені біздің бас пайдамызға жұмыс істемеді деген бір. Екіншіден бұл арабтардың арасынан шықты деген. Біздің арамыздан емес, яхуди емес деп. Сол жерде мына саяси жағдай айтылған уақытында айтылады. Бұл яхудилер келіп сол жерге орналасқаннан кейін өздерінің яхудиміз мынау деп жаңағыдай бөлмеген елдің арасында. Әдейі арабтармен сіңісуге тырысқан. Арабтарша ат қойған. Арабтың тілінде сөйлеген сол жерде. Солармен жаңа сауда саттықта болған, қыздарын алған қаншамасын, қыз берген деген сияқты арабтарға сіңісіп кетуге тырысқан. Бірақ не де болса, нәтижеге келген кезде біз кітап иелеріміз, яхудилеріміз деп өздерінің жаңағы ата тектерін сақтап тұрған. Қанша сіңіскенмен, бірақ енді солармен бірігіп кеткендігі. Сонда олардың арасынан тура сол секілді бұған имам Бухаридің риуаятында Абдулла ибн Саламның риуаятта бұған дәлел. Абдулла ибн Салам деген кісі болған, бұл да яхудилердің ғұламаларынан еді. Ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келгендігін естігеннен кейін Бану Наджардың арасында дегеннен кейін барған сол жерде. Барса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уағыз айтып тұрғандығын естиді. Ең бірінші естіген сөзім мынау болды дейді. Айюханнас дейді, ей адамдар, афшус салам, ва ат'иму таам, ва силул архам, ва саллу биллейли ва насу ниям, тадхулул джанната бисалам деген сөзін естідім дейді. Ей адамдар, араларында сәлемді жайыңдар, яғни сәлемдесіңдер, басқалар тамақтандырыңдар, ағайын туыспен жақсы қарым-қатынаста болыңдар, адамдар ұйықтап жатқан уақытта түнде намаз оқыңдар, аман есендікпен жәннатқа кіресіңдер деп айтты дейді. Осы сөзін естідім дейді. Сөйтіп, басқа адамдар білмейтін, тек пайғамбарлар ғана біледі деген өздерінің кітаптарынан әдейі сұрақтарды апарып қойған. Сұрақтарына жауап бергеннен кейін бірден қанағаттанып, не істеді? Сол жерде мұсылманшылықты қабылдады. Мен мұсылман болдым деп сол жерде куәлік келтірген. Одан кейін бұл Абдулла ибн Салам айтады. Я Расулалла дейді, мен қайтадан үйіме қайтпастан бұрын, елдің алдында мұсылман болғанымды жарияламастан бұрын, сіз яхудилерді шақырып мен жайлы сұраңыз дейді. Кім екенімді мен яхудилердің арасында дейді. Ал айтпесе мен мұсылман болғанын білгеннен сұрайтын болсаңыз, ол өтірікші деп бір ауыз сөзбен жаба салады дейді. Көрейік дейді, адам жібереді әдейі. Жаңа Абдулла ибн Салам көрінбей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында болады. Бірақ көрінбей жасырынып тұрады. Келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрайды. Абдулла ибн Салам сендердің жандарыңда кім дейді, оның беделі қаншалықты дейді. Сонда жаңа адамдар а'ламуна ва ибну а'ламина дейді. Ғалымымыз ғалымымыздың баласы дейді жаңа. Яғни ғалымнан туған ғалым ол арамыздағы дейді. Екіншісінде ахияруна ва ибну ахиярина деп айтты дейді. Яғни ең таңдаулы адамымыз, және таңдаулы ұрпақтың баласы деп айтты дейді. Дәрежесін айтып мақтап жатыр ғой. Екіншісіне сайидуна ва ибну сайидина деп айтқан, басшымыз және басшымыздың ұлы деп айтты дейді. Түрлі сөздерді айтып мақтайды. Сонда
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи оларға айтты: афара айтум ин аслама Абдулла дейді. Абдулла мұсылман болса не істейсіңдер сендер деп айтты дейді. Сол кезде олар бірден ағазахуллаху мин залик марратан ау саласа маррат дейді. 2 рет немесе 3 рет Құдай сақтасын ондай нәрседен деп айтты дейді. Бірден барлығы шулап кетті дейді. Сол уақытта Абдулла ибн Салам ар жақтан шығып: яхудилер дейді, сендер білесіңдер пайғамбардың келетіндігін, және мына кісінің анық пайғамбар екенін де білесіңдер. Тауратта айтылған пайғамбар осы дейді. Мен иман келтірдім, сендер де иман келтіріңдер дейді. Сол кезде кәззапта дейді, өтірік айттың дейді. Сөйтеді, сені біз жаңағы ең білімді ғалымымыз, ең таңдаулы адамдарымыздан, ең басшыларымыздың арасынан шыққан адам деп жүрсек, сен шарруна вабну шаррина дейді, ең жаманымыз және жаманнан туған жаман екенсің ғой дейді сен, деп бірден қарсы шыққан. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұларды көрген, қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең бірінші яхудилермен кездесуі бұл, бетпе-бет. Айтпесе Меккеде ондай жағдайлар жоқ еді. Ең бірінші рет жаңағы бетпе-бет келген уақыттарында бұлардың осындай халық екендігіне көз жеткен. Бір нәрсені мақтап тұрып, бетпе-бет, көзбе-көз өзгере салатындықтарын, тұрақсыздықты байқаған олардан. Енді бұлардың арасында қалай үкім шығару керек екенде ар жағын өзі жаңағы реттеген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи